Асықты жілік тибия деп аталады. Ұзын түтікті сүйек. Диафизінен, денесінен корпус тибия үш қырлы болып келеді. Бұның медиалды бетіменен алдыңғы жиегі терастан сипап сезіледі. Проксималды эпифизінде асықты жіліктің айдаршығын көреміз. Жоғарғы буын бетін көреміз. Айдаршық аралық үстіртін көреміз. Сосын асықты жіліктің шыбығы келіп бекінетін буындық бетін ажыратамыз. Дисталды эпифизінде төменгі буын бетін, яғни асықты сүйегімен буындасатын. Сосын шыбық ойығын көреміз. Асықты жіліктің шыбығын ойығы. Сосын медиалды тобықтықты ажыратамыз. Медиалды тобықтың латынша атауы малеолус медиалис деп аталады. Асықты жіліктің шыбығы фибула деп аталады. Ұзын түтікті сүйек. Диафизінен, яғни денесінен корпус фибула және проксималды орналасқан басынан капут фибула, дисталды орналасқан латералды тобығынан малеолус латералистен тұрады.